Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздерге осындай бір жасағаннан өте сәтті шығатын, өте жұмсақ, өте нәзік пирожкидің рецептін ұсынамын. Бір жасап көрсеңіз ғашық боласыз. Міндетті түрде сіз де менімен бірге жасап көріңіз. Ол үшін бірінші кезекте осылай 200 грамм жылы сүтімізді, 200 грамм жылы суымызды құямыз. 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық дрожь және де 1 шай қасық толтырып шекер салатын боламыз. Содан соң барлығын жақсылап араластырып аламыз. Кішкене сұйық май құямыз. Сұйық май немесе ерітілген маргарин салсаңыздар да болады. Мен сұйық май құйдым. Және де електен өткізілген ұнымызды салып, өте жұмсақ қамыр илеп аламыз. Міне осылай қамырымызды илеп болғаннан соң, үстіне азырақ май тамызып жіберіп, және тағы да илейміз. Содан соң бетін жауып, 1-2 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Енді картошкамыз қайнатып болдық, соны езіп, үстіне сүт құйып, дәміне қарай тұз, бұрыш салып араластырып аламыз. Мен бұл жерде 5-6 орташа көлемде картошканы жуып, тазалап, қайнатып алдым. Жаңағыдай пирожкиларыңыздың көлеміне қарай көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Содан соң 6 ас қасық сүт құйып, кішкене чайный ложкамен тұз саламыз. Аздап бұрыш қосамыз, жақсылап араластырып аламыз. Осымен салмасы дайын. Міне осымен қамырымыз да көтеріліп шықты. Енді аздап май құйып, қамырымызды бөліктерге бөліп аламыз. Жиырма 2 дана пирожки шықты. Көлемі үлкендеу болды. Кішірек етсеңіздер, одан да көп шығуы мүмкін. Енді әркім әртүрлі жасайды. Не осылай көз мөлшерде шамалап бөліп аламыз. Дөңгелектеп, оқтаумен жайсаңыздар да болады. Мен осылай қолыммен, майдың көмегімен осылай жайып аламын. Салмасын салып, осылай жақсылап қысып теп шығамыз. Ашылып кетпеу керек.
Міне осылай барлығын жақсылап түйіп шығамыз. Майға салған кезде ашылып кетпеу керек. Сол себептен жақсылап түйіп алыңыздар. Осылай барлығын жасап бетін жауып қойып қоямыз. Содан соң табамызға майымызды құйып, қыздырып, пирожкиларымызды салып пісіріп ала береміз. Арасы қамыр болып қалады деп қорқудың қажеті жоқ. Тура осы рецептпен жасасаңыздар, өте әдемі болып, арасы да жақсы пісіп шығады. Осылай екі бетін кезек-кезек ауната отырып пісіріп аламыз. Газдың үлкен көзіне қатты қойып пісіруге болмайды. Орташа отта жақсылап осылай пісіріп аламыз. Назарларыңызға үлкен рахмет. Видео ұнаса, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде сіздерде осы рецептпен жасап көріңіздер дегім келеді. Үйдегі балапандарыма өте қатты ұнады. Осымен пирожкиміз дайын, ас болсын.